Армысыңдар достар, анықталған интеграл деп аталған сабағымызды жалғастырайық. Бұл бейне сабақта меншіксіз интегралды қарастырамыз. Анықтама оқып түсініп алыңыздар. Сондай-ақ, төменгі шегі шексіздік болатын бірінші текті меншіксіз интеграл былай анықталады. Оған қоса, жоғарғы және төменгі шектері шексіздік болатын бірінші текті меншіксіз интеграл былай анықталады. Егер меншіксіз интегралдың нәтижесі нақты сан болса, ол интегралды жинақталады деп атайтын боламыз. Олай болмаса, жинақталмайды немесе жинақсыз деп атайтын боламыз. Егер функция модулінен алынған меншіксіз интеграл жинақталса, онда сол функцияға сәйкес меншіксіз интеграл абсолютті жинақталады. Егер модульмен алынған функцияның меншіксіз интегралы жинақталмай, ал функцияға сәйкес меншіксіз интеграл жинақталса, ол меншіксіз интеграл шартты жинақталады. Мысал, мынадай меншіксіз интегралды есептеу керек. Анықтамаға сәйкес бұлай көшіріп жазайық. Бұл кестелік интеграл келесідей анықталады. Ньютон-Лейбниц формуласын қолданып бұлай жазып алайық. Ықшамдайық, шекті есептейік. Нәтижесінде нақты сан шығады. Яғни берілген меншіксіз интеграл жинақталады. Теорема оқып түсініп алыңыздар. Яғни теріс емес функциялар үшін кіші емес функцияның жинақтылығынан артық емес функцияның жинақтылығы шығады. Және де артық емес функцияның жинақсыздығынан кіші емес функцияның жинақсыздығы шығады. Мысалы, осы меншіксіз интегралды жинақтылыққа зерттейік. Анықтамаға сәйкес меншіксіз интегралды былай жазып алайық. Соңғы анықталған интегралды бөліктеп интегралдау формуласын қолданып есептейік. Нәтижесінде мынадай өрнек аламыз. Шектің қасиетін қолданып былай көшіріп жазайық. Мына шектің мәнін есептейік. Қосындыдағы интегралды көшіріп жазайық. Енді осы интегралдың жинақтылығын анықтау үшін мынадай меншіксіз интегралды қарастырайық. Бұлай жазып алайық. Осы шекті келесідей жазайық, немесе бұлай көшіріп алайық. Сонымен, осы қарастырылған меншіксіз интеграл жинақты екендігін анықтадық. Осы теңсіздік тура. Оны өздеріңіз зерттеп көріңіздер. Алдыңғы теоремаға сәйкес, сарымен ерекшеленген меншіксіз интеграл жинақты болады. Енді жинақтылық шартты ма, абсолютті ме екендігін анықтайық. Ол үшін мынадай теңсіздікті қолданайық. Онда келесідей теңсіздік жаза аламыз. Немесе бұлай көшіріп жазайық. 2х-ті т айнымалысымен алмастырайық. Соңғы теңсіздіктің оң жағын келесідей түрлендіріп жазайық. Интегралдың қасиетін қолданып бұлай көшіріп алайық. Мынадай екі меншіксіз интегралды қарастырайық. Сарымен көрсетілген интегралды осының алдыңғы мысалда жинақты екендігін көрсеттік. Ал жасыл интеграл жинақсыз болады, оған өздеріңіз көз жеткізіңіздер. Алдында ғана келтірілген теоремаға сәйкес, мына интеграл жинақталмайды. Сондықтан берілген меншіксіз интеграл шартты жинақты. Анықтама оқып түсініп алыңыздар. Осыған ұқсас, төменгі шегі бойынша екінші текті меншіксіз интегралды анықтауға болады. Және де С үзіліс нүктесі бойынша екінші текті меншіксіз интегралды былай анықтауға болады. Теорема оқып түсініп алыңыздар. Бұл теорема алдыңғы теоремаға ұқсас. Бұл жерде С екінші текті үзіліс нүктесі. Мысал, интегралдау аралығында екінші текті үзіліс нүктесі бар екендігін байқап отырмыз. Х оң болғанда мынадай теңсіздік тура болады. Осы теңсіздіктегі жасылмен ерекшеленген функцияны жинақтылыққа зерттейік. Ол жинақты. Алдыңғы теоремаға сәйкес берілген интеграл жинақты.
Келесі сабақта анықталған интегралдың түрлі есептерде қолданылуын қарастыратын боламыз. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.